деген курсымыз біздің фирмалық бірінші болып отқан неміз біздің тренингіміз. Бізге бірінші кезде бұл тренингтің бірінші болғандықтан өте әсерлі өтті. Коллективті мен жаңа қырынан таныдым. Біраз балаларды өзіміздің балалардың ішіндегі құндылықтарымызды білдік, басқаны білдік. Негізі тренинг өте күшті өтті. Досымыздан Алла разы болсын. Қалай осы 3 күнде біз кәдімгідей отбасымызбен, жұмыстағылармен, әке-шешемен, бауырлармен, бала-шағамен қатынасын бәрі осы эго-жамп ішінде көрдік. Көп нәрсе алдық, инсайттар алдық. Бірақ бірінші күндері, екінші күндері эгомызды кәдімгідей эгомен күресіп, бір-екі адамдар шыдаймай, қатыспағандар да болды, бірақ основной состав бізді қатысып шықты. Соңында қазір алдындағы жағдай мен қазір жағдайда үлкен айырмашылық бар. Рахмет, күшті өтті. Өзіміз керек нәрсемізді алдық. Командалық үйлесім, команда бүгін ғана біз осы қанша жыл жұмыс істеп жүрсек те, біздің командамыздың құндылығы, командамыздың мақсаты, командамыздың ортақ мүддесін таптық. Осы бүгінгі тренингте, бүгінгі 3-ші күнде сол тауып қойған еді. Ол өзінің методикасы бар. Сол методикаға 3-ші күн жеттік. Алла разы болсын сізге. Бір-бірінің арасында қатынастар. Осы жылға дейін қанша жыл менде 20 жыл істеген баламын. Оның өзінің ойының арадағы отношениеміздағы көп нәрсені таныдым, бүгін жаңадан таныдым болады. Нәкасы осы уақытқа дейін көп адамдар танымаған екен. Мінез құлқы жағынан сырт көзі басқа, ал реально ішіндегі танитын адамдар басқа болып шықты. Сол барьерлер шешілді. Өйткені адамдар ойлайды ғой, жұмыста соны директор адамдар, өзінің басқарып отқандар менікіндей болып жатыр, менікі дұрыс деген нәрсе осы жерде мен шештім. Өзімнің лично эгомды солардың эгосының рөліне түсіріп, оларды тыңдай білдім, сын ала білдім, сынды дұрыс қабылдай білдім, жақсы жағына өзгеруді, өзім жеңіл сезініп отырмын. Осы уақытқа дейін менде оларды басып тастаған кездерім болған екен, өзімнің минус жақтарымды көрдім. Көп нәрсе шешілді мен үшін. Команда ретінде бірінші ол нақты жаңағы тәртіпті орната білдік. Жаңағы бір уақытта жиналу, бір тәртіпке бағыну және командалық жұмыс атқаратындай болып жұмыс жасадық. Соған үйлесім тауып, соған келдік. Ең ұнаған жетістік командадағы адамдармен бір-біріміздің ойымызды түсіну және де бір-біріміздің арамыздағы барьер, эмоциялық барьер тұрғыда мінездік барьерлерді алып тастау және де бір-бірімізге деген тіл сияпатымызды айтып білу өте қатты ұнады. Эго-жамп тренинг барысында, Досам мырзамен курс өту барысында жеке өзімнің эмоция қабілеттерімнен және де басқа адамдармен қарым-қатынас құру барысын жаңағы көбінесе жаңағы эмоцияға беріліп қою, сол жақтарынан, қырындарынан өзімді жұмыс жасауымды керек екенін түсіндім. Басқа адамдармен қарым-қатынас қалай құру керек екенін және де позитивті энергия қай жақтан алу керек екенін сол жағын өте жақсы түсіндім. Бұл тренинг барысында өзімнің жақсы жақтарым, мықты жақтарымды, өзімнің потенциалым қаншалықты деңгейге жететінін байқадым және де жаман жақтарымды кері әсер ететін, жұмысқа кері әсер ететін жақтарын байқап, оған түзетуге, ол нәтижелерді түзетуге жол іздеуді түсіндім. Алған техникалық инструменттерді Құдай қаласа алған күнделікті жұмыс барысында қолданамын. Әрине өз-өзімен доработка жасап жұмыс істеп отырамын.